Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Смағұл Ерхан және Атила арнасына қош келдіңіздер. 25-ші күні болатын глобальный обновление туралы әңгімелейтін боламыз және ол кезде шығатын қандай заттар туралы бүгінгі видеода көрсетемін достар. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймын және видеоға кеттік, уже басталып кетті. Бұл жаңа шығатын новый персонаж достар. Бұл жайлы мен толығырақ қазір тоқталатын боламын. Міне, жаңа шығатын уже заметано осының 25 күні обновление болады. Және қосылатын 3 персонаж. Мынау келігі обновление. Мына қыздың аттарын білмеймін, бірақ оның астындағы способностьтарын қазір сізде тоқталамын. Бұл қыздың способностьті достар, алоқтық сияқты, бірақ бұда алоқ сияқты жезін бермейді. Яғни оған керісінше, сіз соның ішінде тұрып атсаңыздар, сіздерге плюс урон. Сол сияқты әдемі способность достар. Және Калахари картасы үлкен. Ортасы емес, андай бір шет емес, кәдімгі толық нұсқасы шықты және сіздер рейтинг ойнағанда байқамай карталар ауысып отырады, осында Калахариға түсуіміз мүмкін достар. Калахари өте әдемі, маған ұнаған карталардың бірі. Міне, бұл кезде атысатын жерлер көп достар, қараңыздар. Clock Tower көп енді, сонда жерлер ше. Және тағы да қосылатын жаңа жерлер ол Counter-Strike. Оны айтамын достар, Counter-Strike емес, бірақ Free Fire'ның Counter-Strike достар, қараңыздар. А, Б нүктелері болады, оларға барып бомба қойып, ол бомбаны қайттан спецназдар барып, яғни разрушитель мен хищниктер сияқты ғой. Олар барып ол бомбаны қайттан обезвреживать етеді. Яғни қызылды бір қойып қияды ғой, сондай қылып. Кәдімгі Counter-Strike ойыны сияқты болайын деп жатыр. Бұл жаңа режим достар. Одан кейін тағы сіздерге айтарым. Ең басты жаңалықтардың бірі деуге де болады. Бұл не деп отқан шығарсыздар, бұл қандай арал, ойбой деп отқан шығарсыздар, бірақ қазір сіздерге түсіндірем. Бұл тренировка. Иә достар, кәдімгідей сіздер осы режимге кіріп өздеріңіз тренировка істей аласыздар. Яғни мынандай мишендерді атып, сіздердің экрандағы настройкаларыңызды түзеп, очашка беруді үйреніп, боттармен шайқасуға болады. Өте жақсы ойынның. Сіздер рейтингке кірейін деп тұрсыздар, уже қолдарыңызды үйрету керек, осыған крестерді үйретіп тастайсыздар. Анау прицелді қаяқ қойып, короче, бүкіл дұрыстап аласыздар достар. Одан кейін шығатын золотой джекпот достар, ол осы алтын феникс. Астында жазып тұр, феникс, яғни құсқа байланысты. Бірақ неге қыз, неге ұл емес? Бір ұл шығармай ма? Бірақ золотой джекпотқа бәрі ұрғы достар, оған қатты ешкім қызығып атқан жоқ. Нақа өзіне әдемі алтын қызыл өте жарасады. Тағы достар, қазір мен сіздерге не туралы айтамын? Міне, изменение Ан-94, яғни Ан-94-тің без скинов, оған плюс скорострельность және дальность қосылады, бірақ уронды алып тастайды. Ал XM8-ге керісінше урон қосып скорострельностьті алып тастаған, бірақ сіздер XM8-бен жүріп ата аласыздар. Одан кейін тағы бір қосылған не ол алок. Білесіздер сіздер жүріп батып алокты қосып қалсаңыздар, яғни несін, қасиетін, алок тоқтап қалады. Ол атысып атқанда өте кедергі жасайды. Ол секірулеріңіз керек та. Енді олай болмайды, сіздер алокпен жүріп келеді, кәдімгі бассаңыздар, алок тоқтамайды достар. Өте керемет, осы маған ұнады достар. Өздеріңіз қалған оқып түсініп алыңыздар. Одан кейін шығатын тағы не? Міне, ледяной пистолет пен двойной магазин скоро в ранге дейді. Яғни бұлар рейтингке қосылады. Және комта кірерде андай емес, осыша код жазамыз, кәдімгідей андай не сияқты. Әдемі код жазамыз. Одан кейін достар, сіздер мысалы видео түсірейін деп жатсыздар, болады ғой, шақырып қалады. Шығып кетесіздер. Қайттан түсіру керек. Сол секілді оларды банға беріп тастауға болады. Сіз видеоңызды не істегенге дейін. Міне. Мына сол жайлы ақпараттар, яғни сіздің видеоңызды до конца түсіруге ол өте қолайлы. Я достар, осындай 25 күні өте керемет обновлениялар болады. Енді бұл жердегілер ана видеода айтылды достар, ол видеоны көруді ұмытпаймыз. Достар, міне осылай менің бүгінгі видеом өз соңына жетті. Мен сіздерге 25 күні болатын обновлениялар туралы айттым. Менің видеом ұнаса, мен сіздерге сол шыққан ақпараттар туралы толығырақ түсіндіре алсам, арнаға тіркелуді ұмытпа, қоңыраушаны басып кет. Сау.